Жастар 2 және 3 бөлімше тұрғын алабында 34 көшеге асфальт жабындысы төселді. Жұмыстар 26 жылдың соңына дейін аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Орташа жөндеу жұмыстары бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда Қабанбай Батыр, Жансүгіров, Рүстембекова, Гагарин, Ақылбек көшелерінде және Шығыс шағын ауданындағы 5 көшеге, Өтенай ауылындағы 4 көшеге жаңа асфальт салынды. Келесі жылы 8 көшеге, яғни 27-де 5 шақырым жол жөндеу жұмыстары жоспарланған. Бұл біздің орталық көшелер: Назарбаев даңғылы, Шевченко, Біржан Сал, Ақан Сары деген көшелер. Жалпы 2025 жылы атқарылған жұмыстардың нәтижесінде жақсы жағдайды жолдардың үлесі 89%-тан 91%-ға дейін ұлғайды. Тұрғындар үшін қолайлы жағдай жасау және қауіпсіз орта құру мақсатында жаңа 8 бағдаршам орнатылып, және оқушылар қауіпсіздігі үшін мектеп маңайында 12 жаяу жүргіншілер жолына жарық шамдары орнатылды. Сонымен қатар қала бойынша халықтың жоғарғы сұранысын ескере отырып, 36 жаңа аялдама орнатылды. Гаухар Ана көшесінде бұрынғы бір жақты қозғалыс екі жақты қозғалысқа ауыстырылып, ынтымақ орталық бағыттарында жаңа қоғамдық көлік іске қосылды. Бұл өзіңіз білетініңіздер 27-ші маршрут. Қазіргі таңда 4 автобус жүріп жатыр. Маршрут бекітілгеннен кейін 8 автобусқа дейін ұлғайтылады. Коммуналдық инфрақұрылым. Кроме этого, в жилом массиве Жастар 3 продолжается масштабное строительство, где запланировано построить 790 жилых домов. На сегодняшний день построено 307 домов, из которых 56 домов были распределены среди очередников СУСН в прошлом году. А также документы 74 домов направлены в единый центр обеспечения жильем АО «Отбасыбанк» для дальнейшего распределения. В последующем документы еще 177 домов будут поэтапно переданы в Отбасыбанк. Жилой массив Жастар 3 полностью обеспечен природным газом, водоснабжением, системами канализации и уличным освещением. В этом году начато строительство дорожной инфраструктуры общей протяженностью свыше 11 километров. Из них строительство 3,6 километров полностью завершено. Учитывая рост населения, для данного жилого массива планируется разработка проекта для строительства школы, медицинского учреждения, участкового пункта полиции, парков и сквера. Как всем известно, основным направлением застройки города определен юго-западный жилой район, где запланировано строительство 22 многоэтажных домов. Ики коттедж қалашығының маңында жарық шамдары іске қосылды. Өздеріңіз білесіздер, Щучарка линиядан біздің арқаға дейін біз толық ортасын жарықтандырдық. Бұл жоба тұрғындар үшін қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деп санаймыз. В рамках реализации проекта «Таза Казахстан» акиматом города было организовано множество акций с привлечением неравнодушных жителей города. В результате было вывезено более 7000 тонн мусора и высажено 12 000 саженцев. Кроме того, установлено 20 фотоловушек, которые следят за чистотой нашего города. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сіздермен бірлесіп атқарған жұмыстың нәтижесінде қаламыздың даму көрсеткіштерінің тұрғындар арасындағы кеңінен насихаттап, халық пен билік арасындағы байланысты нығайтылуда. Сондықтан тұрғындардың лайықты өмір сүруіне жағдай жасауға бірлесіп күш саламыз деп ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет. Әкімімізге көп рахмет. Баяндамаңызға толық нұсқасы электронды нұсқасы журналистерге жіберілетін болады. Әріптестер, ендігі кезекте сұрақ жауап кезеңіне өтсек, регламентте естеріңізге сала кетейік, бүгінгі тақырып аясында әрбір журналист телесауалға қойылады. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что мы работаем строго по регламенту, не более 2 вопросов от одного издания, и прошу, представьтесь перед тем, как задавать вопросы. Алашық сауал, Дина Бахаш. Саламатсыздар, мақұметтар әріптестер. Саламатсыздар, Сүймекұлы, Абайлы ақпараттық порталы, Балхаш қызы Дина. Менің қазіргі қойып отырған сұрағым, Талдықорған қаласы бойынша соңғы кезде әлеуметтік желіде болсын, жалпы халық арасында болсын, мына қоғамдық көлікті жаңарту, қалаға жаңа көліктің қажеттілігі, қоғамдық көліктердің жаңағы бүгінгі күндегі жағдайы төмен, тозып кеткендігін ескере отырып, осы 2026 жылдың басынан әлеуметтік желі арқылы болсын, әрбір жаңағы КСК-ның қосып жұмыспен, ауламен жұмыс жасайсыздар ма, барлық халықтың жаңағы көкейінде жүрген осы сұрақты ескеріп, қалаға
жаңа қоғамдық көлік кіргізу жоспарлануда ма? Жалпы осыған сауалнама жүргізу жоспарларыңызда бар ма халықтың жан айқайын есту үшін? Рахмет Динелқаш сұрағыңызға. Иә, өздеріңіз білетіндей мен айтып кеткенде бізде қалада 26 маршрут бар. Үлкен 7 тасымалдаушы ұйым қызмет көрсетеді. Біз бұның толық анализін өткіздік. Сол анализ бойынша бізде мысалы 26 автобус жүреді ғой. Соның мысалы 130-дай автобусы бұл 11 мен 17 жыл аралығында сатылып алған автобустар. 19 жылғы 22 автобус және 22-21 жылғы 51 автобус. Өздеріңіз көрсеңіздер, ең жаңа автобус деген 22 жылға шыққан автобустар. Иә, біз бұл кісілермен сөйлесіп жатырмыз. Негізі арамыздағы арақатынас кішкене қиындау болса да, бірақ біз түсіндіріп жатырмыз өз үшініміз, халық үшін деп. Сондықтан да біз жаңа мен айтып кеткендей 27-ші маршрут, жаңа маршрут, бұл мына ынтымақпен орталықты қосатын маршрутты кіргіздік. Жап жаңа 25 жылғы 4 автобус жүріп жатыр. Маршрут деген күніне 1000-1000 адамдай тасымалдап жатыр. Сондықтан ол маршрутты біз қазір маслихатпен бекітеміз де жаңа 27-ші маршрут болып кіргіземіз. Және соның несінде де сол сондықтан бүгінгі сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Келесі сұрақ, тура осы сұрақтың жалғасын етеміз. Қоғамдық көліктерде жаңағы жүріп өтіп, олардың сапасын көре келе, қоғамдық тыңдау, қоғамның жаңағы пікірін білу үшін осы тасымалдаушылар мен билік өкілдері бар. Сонымен қарапайым халықты ашық күйде осы сұрақты талқылауға дайын болсаңыздар, сондай бір дөңгелек үстел қажет ететін сияқты. Келісемін, өте дұрыс сұрақ. Біз мына қазір конкурсты жариялағаннан кейін жаңа жылға үлгерсек жаңа жылға дейін, үлгермесек жаңа жылға дейін ондай үлкен дөңгелек үстел өткізейік. Қуаныш Бақыш, өзіңізге белгілеп қойыңыз. Дұрыс айтады. Біздің қоғамдық кеңесіміз бар, белсенді біздің журналистер бар, блогерлер бар, белсенді азаматтарымыз бар, және 7 тасымалдаушының бәрінің басшыларымен бір дөңгелек үстел жасайды. Жақсы, рахмет жауабыңыз. Жақсы, келесі сауал микрофонға.